Ой, туған жері Маңғыстау түп қараған, ханға да қараға да тік қараған. Ассалаумағалейкум Светаға, көзінде от, сөзінде құттараған. Алматыдай қалаға қош келіпсіз, тура сөйлеп жүруді нық қалаған. Ей, Каспийдей тереңдігі бойында бар, Маңғыстаудай даладан шыққан адам. Öyle. Ей, архивта талай мұра топталыпты, сіз жайлыда естелік сақталыпты. Диплом алмай кетіпсіз Казгу жақтан, сіз жайында ерекше факт болыпты. Светқалида диплом алмады деп, Казгуда феномендік ат қалыпты. Светқали алмаса алмаймыз деп, көп студент перекурсқа қап қалыпты. Махаббат жайлы өлең көп жазыпсыз, талай-талай түсіріп хатқа мықтым. Студент шақта алғаш айтысыпсыз, және сол соңғы айтсыңыз боп қалыпты. Ей, сәні боп тұрғаннан соң сахнаның сарғымыздай жырымды сапырамын. Ең алғаш студент боп айтыссаңыз, екінші рет айтысыңыз студентпен өзіңізді айтысқа шақырамын. Öyle. Мұның Енді қаншырақын қойым. Жауапсыз қалмай шығар, сізге де домбыра алдырайық. Домбырасыз айта берейінші. Домбырасыз жақсы. Домбыра не? Япырмай мұна келген санжарым еді, мұның да іздегені жанжалым еді, қарамай. Атағыма, шапаныма қадалған кекірек кеңірдегіме қанжарым еді десем болмай ма осы бала? Ей, мен деген атым әлім санжармын ғой. Айтпаймын мына жерде жанжал бір ой. Бауыр жандай адамдар қылыш болған, мен солардан қап қойған қанжармын ғой. Öyle. Ей, Алатау болса алып асқарымыз, құт болсын мұнда қадам басқаныңыз. Студент кездегі бір суретіңізде мұна мені мәз қылып тастадыңыз. Кей қаланың жолдары секілденген бұйра-бұйра болыпты шаштарыңыз. Ей, атқанда алартаным арайланат, мұна менің бетіме тарай қалат. Өзіңізден үлгі алғым келедағы студент қасыңызға маңайламақ. Ал ағайын баршаңызға сұрағым бар, отырмын мына жерде сан ойға қап. Ей, Светқали ағамнан үлгі алдым деп, шашымды бұйраласам қалай болады?